Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тап бүгін Қазақстан Республикасының медицина министрі Елжан Біртанов былай деген болатын. 2020 жылдан бастап Қазақстан Республикасында әр жасөспірім балдарға, әр жасөспірім жеткіншектерге арнап тегін дәрі-дәрмек алуға болады. Қалай дейсіздер ғой? Егер бұл жайында қысқаша бейнематериалдан осыдан біле аласыз. Қазақстанда 2020 жылдан бастап балалар тегін дәрі-дәрмекпен қамтылмақ. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бүгін осылай деді. Тек әркім өз бетінше барып ала бермейді. Бұл өзгеріс дәрігерлер белгілеп берген дәрілерге ғана қатысты. Не будет необходимости покупать лекарства за свой счет. Яғни өз ақшаңызға дәрі сатып алмайсыз. Оның барлығы медициналық сақтандыру есебінен жабылады. Өте маңызды шаруа болып тұр. Өйткені елдің емделуге деген ынтасын арттырады. Бұл жаңалық келер жылдың басынан енгізіледі. Министрдің айтуынша медициналық сақтандыру қорында оған керекті қаражат жеткілікті. Соның есебінен дәрі-дәрмек тарату қолға алынып отыр. Уақыт өте келе тегін дәрілердің таратылу ауқымы да ұлғаймақ. Алдымен 2020 жылдан бастап балалар, сосын әлеуметтік жағдай төмен отбасылар қамтылмақ. Сонымен қатар министрдің айтуынша жуырда жалпылама әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеттері қабылданған. Мәселен, енді бүкіл ел тұрғындары емханаға қаралу мен негізгі ауру түрлері бойынша мемлекет есебінен тегін медициналық көмек алады. Ал сақтандырылған азаматтар осы күні тапшылық көріп жүрген медицина мамандықтары бойынша тегін кеңес алып диагнозын қойдыра алады. Қаржыландыруды арттырудың арқасында осыған қол жетіп отыр, дейді министр.